Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Жақында Facebook әлеуметтік желісіне кірсем, осындай картаны көріп қалдым. Қараңыздаршы. Картаға қарап отырып күлгім келді негізі. Ішіп отырып біреудің сызған картасы ау деп ойладым. Сосын Facebookқа кіріп қарап көріп едім, бір қырғыздың жігіті жариялап отыр екен мына картаны. Бұл таза өтірік ақпарат қой негізі. Қырғыздың жері осындай үлкен болған екен деп, сіздерде осындай түсінік қалыптасып қалмаса екен деп сіздерге түсіндіріп айтып отырмын. Ал жалпы мен қырғыздарды құрметтеймін негізі. Ал бірақ мына өтірік ақпарат болғаннан кейін осы видеоны сіздерге түсіріп отырмын. Енді қараңыздар. 9-10 ғасырларда қазіргі Енисей аймағында Енисей қырғыздары, Минусин ойпаты дейміз, Тува жері дейміз, Енисей қырғыздар немесе қырғыз қағанаты өмір сүрген. Олардың оңтүстігіне қарай ұйғыр қағанаты болды. Сосын бұлар ұйғыр қағанатының хронологиясы 745-840 жылдар, иә? Оны жалпы тарихтан жақсы білеміз ғой енді. 840 жылы Енисей қырғыздарының оңтүстігіндегі ұйғыр қағанаты ыдырайды, яғни ұйғыр қағанатын басып алады. Олардың ордасы Қарабалғасуын қаласын басып алады, иә. Сол қаланы басып алғаннан кейін сол жерде бұлар тұрақтайды, бірақ көп тұрақтай алмайды. Себебі солтүстіктің климатын өздеріңіз қандай екенін жақсы білесіздер, өте суық. Одан кейін сол уақытта көршілес тайпалар болды, татарлар, сосын қидандар, иә. Оны тарихтан жақсы білесіздер ғой. Солардың қысымынан енді қырғыздар оңтүстікке қарай көше бастайды. Атап айтатын болсам, Тянь-Шань таулары мен Ыстықкөлдің жағалауына көше бастайды. Ал 11-12 ғасырда бұлар толықтай сол аймаққа көшіп тұрақтайды. Енді мен сіздерге айтайын дегенім, жалпы қазіргі кезде айтады, иә, қазақ қырғыз бір туған деп. Бұл сөздің де қайдан шыққанын мен сіздерге түсіндіріп беремін. Негізі қырғыздарға қазақтардан қарағанда хакастар жақын. Грамматикалық тұрғыдан да олардың тілдері өте ұқсас. Әлі күнге дейін қырғыздың бір тармағы Хакасия аймағында өмір сүріп жатыр негізі. Тілдері де кәдімгідей ұқсас қой. Ал қазаққа мүлдем туыс емес деп айтуға болмайды. Негізі қырғыз бен қазақ туыстас түркі халықтары. Ал бірақ түп тамыры қазаққа қарағанда хакасқа жақын, иә. Және де қазақ пен қырғыздың жалпы арғы тегіндегі даму тарихы да бөлек бағытта дамиды. Осыны түсініңіздер. Ал кейінгі жылдары қазақпен етене араласып көршілес мемлекетке айналды, иә. Содан бастап қазақ қырғыз бір туған деген сөз қалыптасқан болатын. Осыны түсініңіздер. Ал мына картаға қарап отырсаңыздар, таза өтірік қой негізі. Егер мән беріп қарасаңыздар, солтүстік Корея мен оңтүстік Кореядан бастап анау Европадағы Апеннин түбегі Италияға дейін бірақ барған ғой. Бұл өтірік, таза өтірік ақпарат негізі. 1242 жылы Бату құрған, Шыңғыс хан немересі Бату хан құрған Алтын Орданың өзі мынандай үлкен болған жоқ негізі. Ал Бату ханның жаулаушылық жорықтарын өздеріңіз жақсы білесіздер қандай болған. Сондықтан осындай интернеттегі жалған ақпараттарға, жалған тарихи карталарға сеніп қалмаңыздар. Сіздерге осыны айтқым келеді. Ал жалпы өзім мен қырғыздарды құрметтеймін. Себебі қырғыздар жақсы халық негізі. Мен білгендіктен айтып отырмын. Ал мына өтірік ақпарат болғаннан кейін сіздерге осы видеоны түсіріп отырмын. Қырғыз халқы, мен сіздерді құрметтеймін, бірақ мынандай өтірік ақпараттар салмасаңыздар екен деймін интернетке. Қазақ қырғыз бір туған. Достығымыз ажырамасын. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.